Украина YouTube каналы, сіздермен бірге мен Акбар Асет. Бүгінгі жобамызда Пекиндегі бір сауда орталығындағы жаңа креативті магазиннің бізге ұсынар бизнес идеясын, бізге ұсынар тауарларын талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Нұрмағамбет Мағжан. Ал олай болса кеттік. Y cuando empiezas a moverte me tienes a tus pies. Hasta mi abrigo me lo pongo al revés. Escucha mami, me tiene bien harto. Бұл магазиннің ерекшелігі, бұл жерде кез келген адамға керекті майда-шүйде заттардың барлығы бар. Мысалы қарап отырсыздар, міне мына жерде косметика тұр. Мына жерде жаңағыдай губкалар, косметиканың губкалары, тырнақ алатын, тағы да сондай заттар. Мына жерде қарасаңыздар, мысалы сағаттар, кішкентай балаларға бағаларын көрейік. 39 юань дейді. 39 юань дегеніміз 40 юань, 2000 теңге ма? 2000 теңге. Яғни осындай заттар көп. Мінекей сағаттар әдемі. Мыналардың барлығы сапалы бір дүниелер деп айтуға қиын. Бұлар жай ғана осы сапасы бәрі орташа, қарапайым халыққа қолжетімді дүниелер. Бұл магазиннің ерекшелігі де сол. Үлкен сауда орталығында сондай бір қызықты дүниелерді, арзан заттарды берумен қатар клиенттерге жаңа тауарларды да ұсыналады. Очкилер, және Мағжан қызыл заттап алдым ба? Киіп көр. Осындай мысалы рыбалкаға осын заттар алуға болады шегінде. Көрдіңіздер ма? Белгілі бір нишаға тоқталып қалмаған не зат бар, барлығын қоса бергенде сонысымен қызық ішер нелері. Мысалы кішкентай ғана шашқа тағатын резинкалар бағаларын көрсек 25 теңге 1000 теңге көлеміндегі зат. Сондай заттар көп. Нихао. Шапкалар, аяқ киімдер, сумкалар. Қызықты заттар көп. Қараңыздар. Күшті ойыншық ұстағаныңыздар. Қызықты дүние, кішкентай ғана брелок, кішкентай баланың бейнесімен кілт, өздеріңізбен бірге кілтте салып қойсаңыздар, әдемі. Бағасын көрейік. Бағасы жазылмапты мына жерде. Мысалға мына жастықтар неше түрлі формада. Ойыншықтар, көрдіңіздер ме? Мына жерде барлығы бар, керек заттың. Барлығы болғанымен қатар креативті, әдемі адамға мені алшы деп тұратын заттар керемеше бұл жерде. Олар жаңа ұйықтаған кезде құшақтап жататын жастық сияқты ойыншықтар ғой. Қалқанма. Міне. Мынау фильмнің шығуына байланысты да. Күшті ойыншықтарынан қалай істейді мына жерде нені? Мынау телефонмен басқаратын ғой. Мынаны телефонға жаңағыдай Bluetooth-бен байланыстырып аласың, қателеспесем. Сосын осыны ойнатасың. Мынау екі бөлек магниттер бір-біріне жапсады.
сосын жүрген кезде мысалы домалақ айналады да төбесіндегісі сол магнит арқылы төбесіне басы болып қала береді. Мына жерде камерасы бар. Мыналар тренд болған, енді тренд болған. Қазақстанға жетпеді бұл ойыншықтар ше. Күшті ойыншықтар. Тірі шегіртке бутылканың ішінде тұр. Күшті ма? Ne ol? Қолдан жасалған ғана да? Күшті екен маған. Материалмен артында несі ғып жасай салған. Пружина, болттардан жасалған екен. Прикольно вообще, күшті. Бағасы жазбаған ба? Көрдіңіздер ме, осындай креатив заттар адамдарға қызықты просто бұл жерде жүргенде ше. Жай ғана аралап шыққан өзі қызықты. Ал бұл жерден зат алған ол уже басқаша нәрсе. Мынандай біздің кішкентай кезімізде ойыншықтар болушы еді. Мына жерде көріп тұрғанда шарикті мынаны жүргізу керек. Кішкентай ғана қолдан жасалған дейді. Іші көріне ма? Әдісінеккен гүлдері, бәрі қолдан жасалған қағаздан. Есігі жабылады, кішкентай ғана. Күшті дүние. Міне мыналар осындай коробкаларда сатылады бұлар. Әртүрлі. Барлығы да қолдан жасалған. Соны упаковать етіп, осындай халыққа тауар ретінде ұсынып жатыр. Молодец. Күшті идея. Мына жерде көрсеткен клей қолданған, нәрсе жасалғандар. Осындай дүние болып шығады соңында әртүрлі. Мынамызда кішкентай ғана ойыншық. Күшті да. Не зат? Ашыла ма шкатулка емес па? Мынау билейді. Астына механизммен істеп билейдің ғой да. Күшті. Қандай затты алсаң да адамды тартатын заттар да. Сапасы керемет деп айта алмайсың, бірақ жақсы дүниелер көп. Мысалы, мына зат маған қатты ұнады. Мынаны ішінде барлық өзінің нелері, құрал жабдықтары бар. Дәл осындай ойыншық қылып сен құрастырып шығу керексің. Керемет қой, мысалы, балдарымыз алып береміз. Осындай нәрсемен ойнайды да. Нақты дүниелер бар. Мынаны да өзің құрастырасың. Бейджин. Мынаны да құрастыратын ойыншықтар. Мына жермен көңіліне шықпай бізге берер жаңа идеялар өте көп екен. Римдағы мысалы нені қолдан жасайсың. Жай ғана блокнот, бірақ түрі әдемі, тартымды. Қыздарға нелерге алуға күшті, кішкентай балаларға қызығып, бұны адамдар алады.
Былайша қарасаң, жай ғана зат та, жай ғана өлшегіш, бірақ бұның осындай әдемі фигура беру арқылы, жаңа бір идеясы арқылы адамды тартады да осы заттар. Мағжан бір нәрсе тауып. Не ол Мағжан? Қол. Біздің Салим from Chinaның нелеріне, подписчиктеріне Мағжаннан сәлем, короче. Будильниктер. Ұйқымыз қатты болса будильник аламыз. Ұйқымыз қатты болса онда будильниктер аламыз. Мына нелер, светильниктер. Ұстаған кезде жай ғана резина, ішінде бар несі, лампочкасы бар. Что? Копильник. Ішінде қанша ақша баратын көріп отырасың. Креативный. Бағасы 40 юан дейді, 2000 теңге. Құм сағаттар. Бұл жақта ыдыс та бар, бұл жақта блендер да бар, бұл жақта қасық та бар. Бірақ барлығы да адам көзін тартатын ерекше жасалған. Мына жерге резина әдейі жасалған. Мысалы ыстық кофе не құйған кезде мынасы ыстық болады, резинасын ұстасаң қолың ыстық болмайды. Крышкасы және мынау беліндегісі екеуі резина екен. Бағасы 40 юан. Бұл жерде бәрі 40 юан. $40 юан, 2000 теңге.别的音乐吗？不好进啊。有没有那个我们不一样？网上就是那个。多少钱？399。这之间就是3个。这是什么？联想。哇，卡瓦克特别不知道。微信扫码多少钱？这个应该是399。оның да бағасы 20 мың теңге. Қымбат. 这个也是399。这个也是蓝牙音响。是吗？这个是猫王的。啊。这是个牌子的。那边有，那边看到了吗？啊。
Bunun da бағасы 400 yen. 20 мың теңге. Remax ба басқа ма? Фирмасы. Remax қой я. Алдыңғы видео выпусты көрсеткен нелер бар. Powerbanktар. Қанша деген? 139. Бұл жерде көрдіңіздер ме? Барлығы өздері дүниесі емес, осындай креативный заттар жинап алған. Алдында біздің айтып жүрген беспроводный нелер, зарядчиктер, наушник. Мынандай клавиатураны көрдіңіздер ме? Күшті. Бұрынғы заманға кетіп қалғандайсың. Компьютеріңе қосып аласың да басып ойнай жұмысын жасай бересің. Колонка ма, чоңденбау ма? 这是充电宝吗？还是音响？啊，充电宝 power bank。 This is a night to remember. It's burning hot in December. You make me surrender. I'll follow you out on the floor. Rock with me now to the tempo. Ahora ese momento. My body's your tempo. Ma muy caliente amor. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento gáname. Bailando, gozando tu cuerpo flamenco. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento ves, ves, ves. Otra vez, ves, ves, ves. Maramani, bhajan wali do, Maramani, bhajan wali do, Maramani. Yalı telefonda çakılдар. Maga tағы қызық бір затта болады. Шынымен сөйткесілі ма? Ана, не ғой, Instax'тардың түрі ғой. Instax mini қанша? 90 ба? Мага, Instax mini 90. Мынаны көп адамдар сұраған. Мен сұраған адам болса, мектептен көріп отырса, сәлем. Бұның суретке түсіресің, суретке түсіремінде моментально сол жерде бұрын киноларымызда бұрын қолданған суретті астынан шығады, сонда Instax. Қазір қатты сұранысқа ие. Мынандай қағаздарын саласыз, ол суретін шығады. Неше түрлі түрлері бар, ондай креативный. Бағалар жазылмаған ба? Бағалары қызық болып. Нелердің бағалары жазылып тұр? Олардың өзі бағалар. Бағасын сұраймыз бұл. Мына кісі сұрай. Міне, мынандай қағаздардан шығады, міне. Мына шетінен шығады қағаздың түсірген суретін. Fujifilm қағаздар. Жай, даша сен? 599. 600 yen, 30 мың шамасын айтып жатыр. Жадал. Күшті заттар. Мына жаңа көрсеткен нелері, радио, колонкалар. Bakın kısaca mı?是的。是哪里人？哪个国家的？我们是哈萨克斯坦的。知道吗？哈萨克斯坦。知道，没去过。然后把高忘哥。发光会有变灯的那个。Резюме 썼어? 不是用这种键盘吗？我之前。klaviatura. 他也是网红。我不是网红。那即将成为网红。Anizim. Powerbank. Yağlı telefon зарядтайтын. İçinde 10 мың лит миллиампера. Түрі әдемі екен. Көрініп тұр ма? Газ баллон сияқты өзі істелген. Иә, сымсыз зарядтайтын. Мыналар күшті да, бұрынғы нелерде болушы еді сен десек. Клавиатура. Жазушылар сияқты сезінесің өзіңді.
Ана жерде көп еще аяққа салып жатады, пышақтайды. 와, 저 루베시다 요거니. Қой тамма. Қой. Это музыка моя детка, которая душевно жигады редко. Ты как луч света, который мне тепло дарит. Қалғандары фонарик, жеткізе алмай мұрша айтқан сөздерім керіспейді. Саған дегенде миым күннен керістейді. Әншейінде жоқ істейді, сен дегенде сердце 80 рет стучит. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимесем де Армани Гуччи. Сен үшін буду я лучший. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимесем де Армани Гуччи. Сен үшін буду я лучший. Бізді жаңа магазиннен қуып шықты, камераға түсіруге болмайды деп, сондықтан шыққаннан кейінгі біздің алған дүниемізден бөлісейік. Бұл жерде яғни жаңа өздеріңіз көргендей көп заттар арзан, майда-шүйде заттар, соларды сату арқылы, солар арқылы адамды өзіне тарту арқылы жаңағыдай қымбат дүниелерінде сатып жатыр. Бұл магазин бізге берер идеясы көп болды деп ойлаймын. Видеоны көрген адамдар өздерінше креативті көп идеялар алды деп ойлаймын. Сіздермен болған мен Акбар Асет және де Нұрмағамбет Мағжан. Біздің Сәлем From China каналымызға тіркеліңіздер және лайктай алмаңыздар.